Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты болып отыр. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне, осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны бар? Ең алдымен пайдасын тізіп шығайық. Бактериямен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақтың қоссаңыз, ағзаңызды өкпе құрты, дизентерия, кандидоз, герпес ауруларын туындыратын түрлі бактериядан қорғайсыз. Екінші, қан тамырларының қызметін реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше, қанның ұюын болдырмай, талмасының алдын алады. 12 апта бойы сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Үшінші, қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратындар күнделікті сарымсақ жегені жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар, қан тамырлары және күре қан тамырларының жұмысын реттейді. Қант диабетімен ауыратындардың жүрек қағысын жақсартады. Төртінші, иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 50% алдын алуға болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауруына қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жөн. Бесінші, қатерлі ісікті алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалин, сульфид, салин, цистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқ-ішек ісігі, бауыр, сүт без ісігін қаупін азайтады. Паразиттер. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құртымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн, немесе 200 мл сүтке балаларға 70 мл бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Жетінші, ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады. Қарынның жұмысын реттейді. Ішек жұмысын жақсартады. Тәбетті көтереді. Алайда, асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуына сарымсақты қолданбаған абзал. 8. Буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. 9. Теріні қалпына келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің, бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз жеткілікті. 10. Артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік береді. Сол үшін күніне 5-2 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге болады. Ол үшін зімбір тамыры шамамен 4 см болатын тілімі, сарымсақ 2 тісше су дайындалуы. Зімбір мен сарымсақты ұсақтап тураймыз.
Оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп алып, күні бойы аздаған мөлшерде бірнеше рет ішеміз. Сарымсақтың зияны қандай? Сарымсақ құрамы түрлі элементтерге өте бар. Десе де, оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынған не қозған кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Сарымсақты көп жесе ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып, бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Ал құрметті көрермен, егер ақпарат пайдалы болса, мені қолдап, осы айдың соңына дейін 5000 оқырман жинауыма көмектесіп, тіркеліп өтуіңізді сұраймын. Бұл менің үлкен мақсаттарыма, арманыма жететін шағын ғана әрекеттердің көрінісі болар еді. Сіздердің көмектеріңізге зәрумін. Қиын емес қой. Бір рет тіркеліп өтсеңіз жеткілікті. Алдын ала рахмет.